Sizге сәлем достар, сіздермен мен бүгін Clash.kz арнасы. Достар, мен осы 2 күн бұрын группа ашқан болатынмын. Clash of Clans Duel KZ деген, сол каз деген. Содан кейін маған балалар жазып отыр, дуэл деген не деп. Сол балаларға арнап видео түсіріп жатырмын қазіргі уақытта. Так, сол группа бар менде, сол 100 подписчиктер болды. Соған, дуэл шығам деп жарнамаласы бұрын предложить новостьке. Сіз бірінші кланның фотосын жіберуіңіз керек, сіздер қосып, содан кейін состав, содан кейін кланның атын, кланның хэштегін, конечно. Содан кейін мен шығарам постты. Посттың ережелері неде тұрады группада постында. Сосын нәрсе айтатын, егер каналда сондай подписчиктер болса, енді алла амандығына жеткенде жетеміз ғой. Топ кланның главалары, қазір біздің топ кланды көрейік, Қазақстан бойынша. Қазақстан беске айтпай қойып, олар енді дуэльщик кландарлы айтайық. GeForce KZ-тің главасы, немесе кландары, немесе Алматы Академия, содан кейін Қазақ Арми, Мега Empire KZ, Жақбарыз KZ. Солар сияқты кландар, егер главалары менің каналыма келіп, немесе менің 13-ші регион нормальный кланы, сол кландар главалары менің группама каналыма тіркелсе, мен сол, TH9, TH8-дердің арасында турнир ұйымдастырамын. Енді ол, конечно, неге жеткенде, 1000 подписчик жеткенде, сонда ұйымдастырамын. Енді оған обещать ете алмаймын, сондықтан жинап көрейік. Топ кланның маған келсе, өте ол маған жетістік болып келеді. Және мысалы жақында ғана осы маған Тілекқабыл деген бала айтты. Армия KZ деген клан бар, главасы Шерхан деген. Сол дуэл болды деді. Дуэл болып жатыр деді. Мен сол дуэл бастағаннан кейін әрі жүрмін. 29-28 чемпионы KZ отты. Өте керемет соғыс болды. Ешқандай команда жеңіліп жеңді жатқан жоқ. Өте керемет атака болды. Ешкімде беріспей жеңіп отырды. Мен қуаныштым осындай қазақ кландары дуэлді ұйымдастырып жатқанына. Ол маған жетістік, конечно. Сондықтан Армия KZ кланына рахмет, өте керемет. Мен ол чемпион KZ деген кланда емес, енді жай жүрмін. Досым бар, Тілекқабыл, Нұраділ, Диас деген балалар бар, танитын. Мен осы кланда болған болатын, конечно. Сондықтан керемет атака болды. Повторный доступен дейді көріп тұрғандарыңыздай, себебі техникалық үзіліс болды. Сондықтан мен көп уақыт өтті, содан кейін повторлар жойылып кетті. Біз атакаларының көрейік. Диасиконың криминал деген бала, Диасиконың 70% алғанына өте керемет атакалы болды, өте керемет тактика, өте топ кландардың енді квалар болады, сол сияқты өте маған керемет болды. Егер менің клан 5-ші уровень болса, конечно, менде дуэл ұйымдастырамын. Ал әзірше 4-ші уровень клан, маған әлі 5-ші уровеньге бірінші жетіп алу керек. Сондықтан мен әзірше дуэл істемеймін. Маған балайда дарамызат дуэл жасайсың ба? Мен деп пантоид ететіндер де бар, адам жақтырмай. Сондықтан солаға айтарым сол. Өте керемет атакалар болды. Жойқын, керемет, ешкімде берісте жатпаған болатын. Басында чемпионы кезде жеңіліп жатқан болатын, 27-28 бар. Нұраділ деген балада болған болатын. Бірден 2 жұлдыз алу. Номері 1 Диас деген бала 40% алып, 44-те 0 жұлдыз алған болатын. Сондан желуі автомат түрде белгілі болатын. Ал Нұраділ деген бала 2 жұлдыз алып, кланның жеңіске апарып соқты. Өте керемет кәдімгідей.
Ал бул жерде атака go шаармен башталып жатыр. Шар өте керемет действует. Бул жерде големдердин чыккан себеби 2 воздушканы куртуп алды. Андан кийин 2 воздушка калады го. Ошондо ганчаямен алып тастап 100% алууга болатын. Керемет атакалар, кәдімгі мощь атакалар болды, өте керемет. Жалпы шармен атак жасаған өзі кәдімгі керемет. Шар алдын суремен тоқтам тастай, кәдімгі тоқтамай атакалар керемет болады. Ал криминал деген бала Норадылды сөйтіп 2 жылдызға алып кетті шармен. Енді Норадылдың атакасына келдік. Бұл жерде Норадыл топ-никспен атака жасаған болатын. Бұл өте керемет база. Криминалдың себебі әр пушкалар, меша жететін пушкалар, себебі әр пушкалар әр жерде орналасқан, сондықтан атака жасау өте қиын болатын. Әдемі шықты, бастау өте жаман емес. Крепосткадан дракон шықты. Маған дракон 4-ші уровенге осы 20 сағаттай ма, 22 ма, сондай сағаттай қалды. Керемет жалпы. Дуэл негізі жақсы зат, кім мықты, кім дегендей. Негізі дуэл, ал егер біз дуэл несіне баратын болса, короче, балаларда дуэлді қалай бастайды? Дуэл дегенде, короче, бір уақытта бастау керек, сосын бір составпен бір уақытта енді состав жинағанда әрбір мысалы тұқы 2 болса, расстановкалар басталғанмен бірдей болуы қажет. Әйтсе басталған шығып кетіп, дуэл провалит етілуі мүмкін. Сондықтан сосын бір уақытта болса керек, бір уақытта скайп сол үшін жаратылған сияқты бір тіл. Сондықтан скайппен бастап маған ыңғайлы болады, сондықтан скайппен бастаған абзал. Ал бүгінгі тақырып қазақ арасындағы дуэлдер туралы болды. Дуэл туралы группаға тіркелеміз достар, және достарымызды каналға шақырамыз. Егер видеоны лайк басыңыздар, дизлайк баспаңыздар. Келесі видеода кездескенше достар, көп лайк болса, көп просмотр болса, келесі видеода көп болады. Сау, саламат болыңыздар.